Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз ерекше дәмді әрі жұп-жұмсақ болып шығатын шоколадты ірімшікті пирог жасаймыз. Дәмі басқа пирогтарға мүлдем ұқсамайды. Оны сезіну үшін тек жасап көру керексіздер. Жегенде ауызда ериді. Бір жасап көрсеңіздер, қайта-қайта жасай бергіңіз келетін болады. Пирогтың қамыры үшін жұмыртқа, какао, сұйық май, ұн, шым-шым тұз, қопсыққыш және қант керек. Алдымен творогты массаны дайындап аламыз. Ол үшін творогқа қант, жұмыртқа, бір ас қасық ұн қосып блендермен еземіз. Дайын массаны арнайы пакетке салып қоямыз. Енді қамырын дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқаға қантты қосып 3-4 минут миксерлейміз. Үстіне қопсытқыш пен шым-шым тұз қосамыз. Ұнға какаоны араластырып қосамыз. Соңында сұйық майды құйып біркелкі масса шыққанша миксерлейміз. Қамырды 30 см формаға орналастырып, видеода көрсетілгендей творогты үстіне құйып шығамыз. Және 180 градуста 20 минут пісіреміз. Міне, пирог дайын. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.